Бисмилля, вассалату вассаламу аля расулилля. До этого мы с вами взяли, да, алдында алдық Шамаиль Мухаммадия кітабын. Алхамдулилля бітірдік. Енді бұл жерде қанша хадис болды бізде? Сколько у нас там хадисі болған? 400. 400-ге жуық хадис болды. Енді мына Булуғул Марам кітабы, одан да үлкен кітап. Қараңдар. Кім авторы ол? Ибн Хаджар аль-Асқалани дейді. Ибн Хаджар аль-Асқалани. Это популярный сборник хадисов, на который опирается мусульманский фикх. Там фикхтің адамдары көбісі осы хадиске қайтады. Туған жылдары Ибн Хаджар 852 жылы хижра бойынша қайтыс болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи хижрасынан кейін келген. Немесе Григорианский, біздің қолданып жүрген календарь бойынша айтатын болсақ, 1448 жылы қайтыс болған. Так, бұл жерде хадистерін қалай алған? Бап-бап болып бөліп тастаған, да? Мысалы, бап намаз, одан кейін қандай намаз бар бізде? Жаназа намазы, зекет, ораза, қажылық, сосын сауда-саттық, торговля, брак, никах жайлы, преступление, джинаят, приговор, джихад, тамақ жайлы айтылады. Және де әл-айману уан нузур, клятва обет, бір мысалы Аллаға не алсаң, ант ішсең да, қасам жексең. Судопроизводство, освобождение рабов, сводный дейді мынау, соңғысы, сводный деген неше? 1400. Көріп тұрмыз, қазір неше хадиспен? 1000 хадиске жуық. Бесінші бетін ашып. Ал, ең соңғы бетті мен аштым. Аударған адам Илмур Кулиев бір жағынан мынаның сабақтың өткен себебіміздің бірі. Қараңыздар, субханалла, жоқ, ең соңғы несін аламыз ғой. 5-ші бет па, 2-ші бет. Иә. Бір жағынан өтіп жатқан себебіміз мынау Илмур Кулиевтің жұмысын тексереміз, қай жерінде қателері болса, соны айтып кетеміз. Қазір енді басынан бастап өтейік, балалар бізге кірем дегенше. Бірінші тахарат бабы. Не үшін тахарат бабы? Дұрыс па? Должен сначала очиститься. Сен, Тайыр, қазақша түсіне бересің ғой, ағай. Прежде чем начать намаз, да, молитву, необходимо برنش حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه 4 وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي رواه مالك والشافعي وأحمد. көптеген адамдар келтірген бұл хадисті көріп отырғандай Абу Хурейрадан одан сұрайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мынау не бар ғой? Көл деп айта ма, море не деп айтады? Өзен деп айтады. Ал не болады ғой? Тұзды болады, бывает она какая, соленая бывает. Сонымен тахарат алуға бола ма деп сұрайды. Сұраған себептері сахабалардың өткені, мысалы сен жолға шықсаң, суға, сен өзіңмен алып жүрген ішетін суың аз. Өз ішуге ғана жетеді. Оны бар олмен тахарат алсаң, бітті ол кезде, жетпей қалуы мүмкін суың. Сондықтан, кетіп баратқан кезде су бар ғой, жүзіп баратқан кезде, сол сумен алуға бола ма тахарат дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сұрағына жауап береді, еще қосымша тағы да ақпарат береді. Не деп айтады? Оның суы таза дейді. Және ол жерде не деп айтады? Мәйтан не деп айтады? Қазақша, мен орысшасын білем. Сойылмаған малды негізі жеуге болмайды. Дұрыс па? Сойылмаған малды Алланың атына оның қан төкпесең, оны жеуге болмайды. Оны өзі өліп қалса, мысалы, газель, оның бар етін жеуге болмайды. Халя харам.
не істеу керексің? Барып мойнын сойып, қан жіберіп өлтіру керексің. Соның айтады, судың суы таза дейді, дәретке келіп алып алады. Және де ол жерде қайтыс болған суда өмір сүретін нелер бар ғой, хайуанаттар, оның еті халал дейді, жеуге халал дейді. Әл-хиллу майтатаху деген, ол жерде өлген несі, балық болсын, мысалы, балықты алып сен соймайсың ғой, дұрыс па, мойын кесіп жатпайсың ғой, қан шығару керек деп. Балық қаласында тазалап жей бересің. Сол сияқты суда, тек суда өмір сүретін заттар бар ғой, мысалы, осьминог болсын, тағы не бар? Балықтың түрі болсын, мидий дей ма, қандай заттар болсын, суда өмір сүреді, тек суда өмір сүреді. Оны не істеу керек? Қан төгіп, оны не қылмай, сразу жей бересің, ә? Түсіндіңдер ма? Сол жайлы айтып жатыр. Қазір жігіттер сәл бәрі күтейік, бір-екі минутта қазір балалар кірсін, а то одан алыс кетіп қаламыз хадистеріне, сәл күте тұрыңыз. شاهدت إبراهيم. Все, дальше не читай. Это другие будут читать. وقد شاهدت, я увидел. Шахада деген свидетельствовать, увидеть. Шахада деген көру деген сөз. Касира мин маназир. Касиран деген көп. Білесіңдер, қалил, касир деген сөзді екінші кітаптың соңында алдық біз. Аз, көп деген. Касир деген көп деген сөз. Нені көп көрген? Минал маназир. Из видов, көрінетін жерлер. Маназир деген, манзар деген. Көретін заттар, мысалы, қандай заттар ол мүмкін? Тау, өзен, көл, бәрі не көрініс деп айтады? Минал маназирил джамиля, әдемі көріністер. Джамиля деген, жәмил деген, әдемі, красивые места. Қайдан қарады он бәрі? Откуда он смотрел? Минан нафизати таира. Из окна самолета. Ұшақтың терезесінен көрінді дейді. Қандай әдемі көріністер. Уамаза шахатты деп жаңа Мұсаб айтады. Ал нені көрдің дейді? Нені көрдің дейді? Қазір бізге не көргенін кім айтады? Жетінші кім бізде? Муса айтады. Муса. Мына Ибрахим деген жерден бастап оқы. إبراهيم شاهدت منظر السحاب منظر السحاب. السحاب والجبال والسهول والبحر العميق. Осы жерге. Қараңдар, бұл Мұса ма оққан? Иә. Шахатту дейді, мен көрдім дейді. Шахатту деген мен көрдім дейді. Маназир сахаби. Қандай көріністер? Синмен келеді, қараңдар, синмен келсе ол облако. Бұлттар сахаб деген. Сотпен келсе сахаби десе ол сахабаларды айтады. Сахаб, сотпен келсе. Сәмен келсе, синмен келсе ол не? Бұлттарды көрдім дейді. Әдемі. Уәл-джибал, тауларды көрдім дейді. Жабал деген тау, джибал деген таулар көпше түрі. Уәс-сухул көпше түрі не? Побережье бар ондай. Не деп айтады қазақша? Пляж жақтарды, пляж. Не деп айтады қазақша? Білсеңдер айтып жіберіңдер. Уәл-бахрил амиқ. Және қандай теңіз? Амиқ, терең теңіздерді көрдік дейді. Мына жерден бастап Иса оқыған. البحر العميق بلونه بلونه الأزرق جميل والصحراء الواسعة الصفراء. Молодец, ахсанта. Қараңдар, аударамыз. Переводим. Какое море увидел? Глубокое. Қандай теңіз? Терең көрінісі. Билаунихил азрақ. Түсі, лаун, түсі азрақ. Кәне сендер білесіңдер ғой, екінші кітаптан. Азрақ деген қандай түс? Какой цвет лаун? Көк. Көк азрақ. Әл-джамил, әдемі көк түсті.
Sahrai, Sahra deganimiz сол o'zi аты aytib тұр. Sahara, pustinya. Sahra degan o'zi Sahara аты aytib тұр o'zi, pustinya. Al-wasi'ati safra, wasi'a degan keng, shirokaya, wasi'a shirokaya, keng. As-safra deganimiz qanday tus? Safra. Asfar qanday tus u? Жасыл. Yo'q. Sahara жасыл bo'lmaydi ғой bizde. Sari, safra degan asfar. Sari түсті. Так, бізде ол оққан 7-ші. Так, 8-ші номер бізде кім болсын? Ибрахим, 8-й будете, хорошо? Я вам здесь напишу. 8-й номер. Ибрахим, Усман с нами? Да. Вот где Мусаб написан, давайте читайте. Э, Аллахумма اللهم بارك أتمنى أن أرى هذه مناظر مثلك. Ахсанта, вот отсюда. Переведем сначала. Қараңдар, Аллахума барик деген ол барак Аллаху фика деген мағына ғой. Алла берекесін берсін деп жатыр, а? Қуанып жатыр ана бауырымызға. Атаманна, я мечтаю. Мечтать қазақша қалай болады? Атаманна, я мечтаю деген. Қазақша білетіндер айтыңдар. Армандау ма? Армандаймын дейді. Мен атаманна мен армандаймын дейді. Ан ара хазихил маназир. Көруімді дейді. Ара деген раға көру. Бұл хазихи бұл маназир ал-мислак. Бұл жаңағындай көрініс, әдемі көріністерді сен сияқты, мислака сен сияқты мен көруімді армандаймын. Қараңдар, орысша аудару мен қазақша аударудың орысша аударудың бір оңайлығы, мен не көріп тұрсың, соны былай аудара бересің да. Қараңдар. Со цветом синим, да, красивым, и Сахару, да, широкая, желтая деп айта бересің. Не оқып тұрсың? Ал қазақшада аударатын болсаң, қараңдар. Алла берекесін берсін. Сен сияқты осындай әдемі көріністерді көруімді армандаймын деп арттан алдыға аударасыңдар. Көрдіңдер ма? Қиынырақ, қазақша аудару қиынырақ, қараңдар. Сен сияқты осындай көріністі көруімді армандаймын. Көрдіңдер ма? Қандай? Орысша аудару былай оңай орысша аударып кетеді. Бірақ қазақшада арттан алдыға қарата не болсын аударасың. Так, келесі бізде Усман с тобой? Да, я говорю. Усман, прочитай слова Ибрахима. لقد التقطت صورا لها بهاته. Хорошо. Кім айтады маған? Сендердің барлықтарын кім білетіндер? Лақад, что означает? Лақад. Лақад. Сильный. Да. Не сильный, да? Күшейтпейлі айтып жатыр. Шынында да дейді. Воистину, говорит, по-честному. Илтақатту суран. Я, говорит, сфотографировал тебе, да, изображение с этим телефоном. Хатиф деген телефон. Хатифи, но я деген соңында білеміз, біз. Хатифи деген я, менің телефоным деген, мой телефон. Ара, мисляка деген каф, это ты. Мисляка как ты. Хатифи, мой телефон. Вот это каф указывает на твой, как ты. Вот это указывает на мой, да? Мы же это прошли же. Екінші кітапта оқыдық оны. Каф, но я деген сияқты сөздер, да? Келесі, молодец. Усман, давай еще прочитай вот это вот слова Мусаба. Изан, а то мало прочитал. Санушахидуха. Так, Усман нету? Тогда Абдульмалик, давай. Есть ты? Вот тут прочитать? Да, еще одно. Сейчас, Абдульмалик, потом ты будешь. Давай читай. Изан. Сейчас. إذا سنشاهدها
معا معا نحيد حين حين نصل إلى بيتي إن شاء الله. نحن إن شاء الله. Вот, давай переведем, смотрите. Муса говорит, изан, ондай болса, дейді, итак, изан это итак, санушахидуха, мы посмотрим ее, то есть ха это что? Ее посмотрим. Эти изображения у нас суреттерді дейді, көреміз дейді. Маан, екеуміз бірге, маа деген бірге деген сөз. Сонымен, симен бірге көреміз дейді. Хина насилу, в то время, хина это в то время, когда дойдем. Жеткен кезімізде иля бейти, менің үйіме, когда дойдем до дома, иншаллах. Так, Абдульмалик, начинай, фаанта, начинай. فأنت ستقيم عندي ضيفا حتى تفرغ من دراستك. Хорошо, фаанта, и ты, сатукиму инди, останешься, кама деген, тру, стоять, да? Кама это стоять, но когда сатукиму инди, ты будешь стоять у меня деген, немесе останешься у меня, инди. Дойфан, гостем дейді, менің үйімде қонақ болып қаласың, дойф. Хатта тафруға, пока закончишь, бітіргенше, хатта деген, қазақша ше деген сөз ғой. Барғанша, бітіргенше деген, хатта, нені біткенше, тафруға, мен дирасатик, сабағың біткенше, менде қала тұр деп атыр. Келесі бізде оқиды Абдулбар. Жазакаллаху хайраннан бастап оқы. جزاك الله خيرا يا مصعب على كرمك شديدي لكني سأبحث عن مسكن لي مسكن لي Осы жерге аударып алайық бірінші, Абдулбар аударып алайық. Қараңдар, Алла саған жазаңнан берсін, жазакаллаху хайран, пусть Аллах тебе вознаградит. О Мусаб, аля карамика, за твою щедрость, сенің кәрімдігіне Алла саған жазаласын дейсің. Карамика шадид, қатты деген, шадид деген сильно, за сильное твое щедрость, пусть Аллах тебе вознаградит. Лакиннани, однако, бірақ дейді, лакиннани, мен саабхасу, іздеймін дейді. Я буду искать, өзім іздеймін дейді. Ан масканин ли, тұратын жер мен үшін дейді. Маскан деген тұратын жер. Буду искать, где я буду жить. Так, үшінші Ибрахим Алиханұлы. حتى آتي بأسرتي معي وسأمكث عندك مؤقتا حتى أجد المسكن المناسب. Хорошо, бір секунд. Так, естіліп тұр ғой, иә. Аударамыз, қараңдар. Айтты ғой, жаңа Абдулбар аударды, саабхасу ани масканли, мен өзіме тұратын жер іздеп жатырмын. Хатта анни аати би усратин маи. Не үшін? Жанұямды менімен әкелу үшін, соған дейін дейді. Енді іздеп жатыр. Мәскан пәтерді дейді. Не үшін? Менімен бірге жанұямды әкелгенге дейін, әкеле алам дегенше дейін, сондай өзіне тұратын жер іздеп жатыр дейді. Уа саамкусу индак, сенде тұрамын дейді. Макаса деген тұру. Я буду жить у тебя индака. Сенде тұрамын дейді. Муаққатан, уақытша дейді. Муаққатан, уақыт деген сөз қара қазақша, араб тілінен алған. Муаққатан деген арабша
Уақытша тұрам дейді сенде. Хәтта әжидәл мәскән. Қай уақытқа дейін? Тапқанша дейді. Әжида табуымша тұратын жер. Әл мәскәна, әл мунасиб. Мунасиб деген как это называется? Керек, қалай айтатын еді, субханалла, мунасиб. Подходящий, қалай болады қазақша подходящий? Пока не найду жилье, подходящее жилье, мунасиб. Келетін деп айтам ба, не деп айтады? Мунасиб деген. Подходящий, кім білсе қазақшасын айтып жіберсін. Тура келетін, тура. Тура келетін, тура келетін деп айтады. Уақытша тұрам дейді сенде, өзіме тура келетін жерді тапқанымша дейді. Молодцы. Так, келесі Таир. Ләбәстен бастап оқы. لبث كان تريد يا أخي على الرحب والساعات تبتك Бейтука. Қара, бейтука. Менің үйім, ол сенің үйің дейді. Мой дом, это твой дом. Бейтука. dari وما تعتبي أسرتك. Хорошо, смотрите. Лябас. Жаттап алыңдар это выражение, заучите. Лябас деген нет проблем, говорит. Лябас деген проблем жоқ деген. Кама турид яхи. Как ты хочешь, о мой брат? Қалай қаласаң, қалай қалайсың дейді. Өзің білесің дейді, да? Лябас. Қалай қаласаң, о бауырым дейді. Аля рохби ва саа дегеніміз. В общем, как говорится, все обширно дейді, да? Все широко, обширно дейді, просторно деген. Үйім жетеді. Үйім сенің үйің деп жатыр, бәрімізге жетеді деген. Давайте вот это переведем. Аля рохби ва саа. Всем хватит. Всем хватит. Мой дом это твой дом. Менің үйім ол сенің үйің дейді. Бейти, бейтука. Мой дом это твой дом. Дайиман. Әрқашан. Дайиман дегеніміз әрдайым. Қара қазақша субханалла. Қанша сөз бағана бері айтып жатыр, қазақша сөздер, міне арабшасы дайиман деген әрдайым. Менің үйім ол сенің үйің деп жатыр. Дайиман это постоянно. Мой дом это твой дом. Когда ты придешь с семьей? Қашан жанұяңмен келесің дейді. Қашан жанұяңмен келесің? Так, бесінші бізде Абдурахман. Екі қатар оқы. إبراهيم بعد شهر واحد إن شاء الله مصعب وهل تأتي بأسرتك كلها. Қараңдар, Ибрахим айтады. Бада шахр, бір айдан кейін. Шахр деген алдында соңғы сабақтың ең соңғы дәрістерін естеріңде ма? Шахр. Сол сөздер келіп жатыр, алхамдулилля, қараңдар. Бір айдан кейін, иншалла. Уахал таати би усритика кулиха. Сен бүкіл, бүкіл деген, қазақша бүкіл деген сөзіміз күллі деп айтамыз, күллі. Арабшадан алған, күллі. Бүкіл жанұяңмен келесің ба дейді. Ты придешь со всей семьей. Куллі это всей семьей. Оған жауап береді бізге 6-шы номер. Алинур, как ты ответишь? Говори, да, почитай. إبراهيم لبلا ساتي بالزوج والكفلة صعيرتي فقط مصعب وكيف ستأتي زوجك إلى هنا. Хорошо, переведем, смотрите. Бүкіл семьяңмен келесің ба, еше? Жоқ дейді. Ла. Бәл саати би заужати. Бірақ немен келем дейді? Әйеліммен келем. Ва тифлати сағира, кішкентай бөпеммен келем дейді. Қызыммен. Тифла тамарбута ғой. Тифлатун міне та. Ол кішкентай қыз екен біледі. Тифлун болса тәсіз. Тифлун. Ол кішкентай бала. Ол кезде ер бала айтады. Мына жерде кішкентай қыз баламмен келем дейді. Тек қана, фақат тек қана дейді.
Musab aytadi: "Ва кайфа сатати заужука иля хуна?" Қалай әкелесің дейді әйеліңді осы жерге дейді. Қалай келеді дейді сенің әйелің осы жерге. Оған жауап береді бізге Муса. Оқы. سأعود إلى بلدي وخذوها معي إن شاء الله. Аударайық, қараңдар. Сәуду дейді, оралам дейді. Сәуду оралам дейді. Иля балади, мен қалама оралам дейді. Ахузуха алам дейді оны. Кімді ха деген жерде? Кімге қайтады ха деген дамир? Әйелге қайтады, заужа. Әйелімді әкелем дейді. Маи менімен бірге иншалла. То есть оралады да қайтып келем дейді, да? Так, Иса астындағын оқы. Яссараллаху лак. Иса барсың ба? Оқы. مصعب يسر الله لك يا أخي وأرجو أن تكون إقامتك هنا نافعة وسعيدة. Васи'атан. Бағанан бері біз қайталаған кезде да все время хуна деген сөздер келді. Кім аударып береді ма хуна деген сөздер? Бағанан бері келді сол хуна деген сөз. Егер жаттап алған шығарсыңдар. Никто не знает? Хуна. Здесь деген сөз, осында деген сөз, жігіттер. Осында, хуна деген осында. Яссараллаху лака я ахи. Саған, ей бауырым дейді, Алла жеңілдетсін дейді. Яссара деген жеңілдетсін, ей бауырым дейді. Ва аржу антакуна иқаматук. Мен, я надеюсь, аржу, қазақша қалай болады? Надеяться. Я надеюсь, что твое здесь пребывание, здесь, хуна, будет каким? Полезным. Васи'атан, васаидатан, нафи'атан, полезным, счастливым. Я мен қалайым дейді, аржу. Сенің осы жерде қалуың пайдалы және де счастливый, қуанышты болады дейді. Енді семьяңды әкелесің, соған солай үміттенем дейді. Қараңдар, сіздер бағанадан бері аудардық осы сөздерде, қазір сендерден сөздерді сұраймын. Кім жаттап алды? Так, кто такой у нас Абу Адам? Ребята, кто зашел? Абу Адам деген кім ол? Включайте. Аты жоқ. Кто это Абу Адам? Необходимо знать нам. Абу Адам деген кім? Иначе я вот так вот возьму и удалю, потом не зайдете. Это я, Ахмад. Ахмад, прежде чем переименовать, сразу қосса, я чуть тебя не удалил. Мен ғой Ахмад деп бір сөз айтсаң, мен сені не удалил. Так, 9 номер будешь. Ахмад, 9 номер болсын. Слова буду спрашивать. Хуна деген сонымен қалай аудардық? Хуна деген. Здесь. Мәне. Хуна деген Осында. Осында. Так, келесі сөз. Ла бәс дегеніміз не ол? Как переведем? Ла бәс. Ештеңе етпейді деген. Ештеңе етпейді. Ничего страшного деген сөз. Жарай ма? Иә. Біз айтамыз ғой. Аллахумма раббан нас музхибил бәс деп. Сол бәс деген ол не жамандық. Жаман етпейді. Ештеңе болмайды дейді. Ничего страшного. Так. Аударыңдар барлықтан. Даиман қандай сөз? Қалай аударамыз? Даиман қазақшаға ұқсайды. Барлықтарын. Әрдайым деген сөз. Постоянно деген сөз. Даиман деген әрдайым деген сөз. Барлықтарын аударып отырыңдар. Звуктарды қосып, барлықтарын. Айленор, Таир, все участвуем. Знаешь, что вы говорите? Шахар. Нет проблем. Месяц. 1 месяц. Ай, дұрыс айтасың. Яссараллаху лак.
Қалай аударамыз? Яссараллаху лак. Алла жеңілдетсін деген сөз. Пусть Аллах тебе облегчит. Правильно? Мынау дұғаларды жаттап алыңдар. Бір-бірлеріңе айтасыңдар, Алла жеңілдетсін, яссараллаху лак. Так, тағы да сөздер. Бірінші беттен тағы сөздер сұраймын. Жәмил деген сөз бірнеше рет келді. Жәмил, қандай ол? Жәмил, міне Жәмил. Бізде қазақтары қыздардың аттары бар ғой, Жәмила деген. Жәмила. Әдемі деген сөз, жігіттер. Красивая. Жәмил дегеніміз әдемі, красивый. Так. Бахрун амиқ деген қандай ол? Әл-бахрул амиқ. Қандай теңіз? Глубокий. Терең, амиқ деген терең деген сөз. Жігіттер, жаттап алыңдар. Таира дегеніміз не? Таира. Самолет. Самолет. Нафиза деген не? Нафизату таира. Терезесі, самолеттің терезесі, дұрыс па? Окно самолета. Так, давайте мына одан кейінгі қара, диалогтан кейінгі сөз бар ғой, мына сөздер қараңдар, қанша сөз бар. Бұның бәрін келесі аптаға жаттау керек, қараңдар, 2 бет. Неше мынақта 2 бет, субханалла. 3 бет сөз, 4 бет сөз. Қараңдар, мен сендерден мынаны да сұрамаймын. Мына сұрамаймын. Бұны біз сабақтың үстінде істейміз, Бірақ мынау сөздерді жаттап келу керексіңдер сендер. Қазір сол сөздерін не қолдарыңа қағаз алып, немесе осы видеоны тоқтатып қойып, паузаға. Осы жерден бастап көшіріп аласыңдар. Қазір көшіріп уақыт жоқ десеңдер, соңында бір көшіріп аласыңдар. Немесе кітапты мынаны шығарып аласыңдар да, үстіне кітаптың үстіне жазсаңдар жақсы. Мынау сөзді алдық бағана біз. Сола. Солатул истиқбал. Қандай ол? Әжер. Сола деген зал. Так, яғни Ибрахим бір нәрсемен чем-то занят. Зал, жазып қойыңдар. Зал. Сола деген зал. Мучтахид деген қандай адам? Какой человек мучтахид? Старательный деген сөз. Ынталы деген сөз. Старательный, ынталы. Оның, маңғарың, мына жерде бір сөз бар, мына жерде оның көпше түрі бар, мына жерде оның антонимі бар. Мучтахидтің қарама-қарсысы не? Кәслән, ынтасыз. Какой? Ленивый. Ленивый, мучтахид он старательный, а кәслән қандай? Ленивый. Мотор дегеніміз не? Мотор он. Аэропорт. Аэропорт, әуежай. Дұрыс. Аэропорт, әуежай. Келесі, рехля. Путешествие. Рехля деген путешествие. Қазақша қалай болады? Мен орысшасын жазып отырмын, сендер қазақшасын айтып отырмын. Путешествие, саяхат. Мурех. Мурех. Орысшасы комфортабельный, удобный. Комфортабельный, удобный. Қалай болады қазақшасы? Мурех. Ыңғайлы. Ыңғайлы, оның шаршататын бар ғой, комфортсыз, оны мутәб деп айтады. Мынау деген удобный, мынау удобсыз жоқ қой, мутәб, шаршататын, мутәб. Келесі, мудиф дегеніміз, ол анау бірнеше мағыналар бар, бірақ мына жерде текст бойынша ол стюарт бар ғой, стюарт анау қызмет етіп жүретін адамдар бар ғой, солар мудиф деп айтады. Келесі, мумтаз. Мына сөзді айттым бағана сабақтың басында. Қандай сөз? Мумтаз. 5 алған кезде саған мумтаз деген баға қояды. Мумтаз деген. 4 алсаң джейд деген баға қояды. Джейд деген жақсы деген сөз. Мумтаз деген отличный деген сөз. Өте жақсы. Өте жақсы немесе отличный. Так, мандар. Бірнеше рет келді ол сөз. Мандар. Көрінетін вид, вид. Көрінетін не? Вид. Көрініс. Жәмил, бағана айттым, Жәмилді аударыңдар. Жәмил. Әдемі. Әдемі дұрыс. Нафизатун. Білесіңдер. Нафизатун. Окно. Терезе. Окно, терезеден қарады ғой маған. Сахаба. Облако.
Бұлт қазақша. Облако. Жабал. Не ол жабал? Тау. Гора, тау. Жибал оның көпше түрі. Мына қара, мынау горы, мынау облака, көпше түрі, мынау окна, терезелер, таулар, бұлттар, көпше түрлері. Келесі сахіл. Пляж қалай болады? Пляж қазақша. Жағажай. Жағажай, көңіл, жағажай. Амиқ, терең, глубокий. Сахра, пустыня, Шөл дала. көл дала. Уәсия, кең, широкий. Сура, сурет. Егер синмен келсе, сура деп. Ол кезде сүре болады. Құрандағы сүре синмен келеді, сотпен келсе ол сурет болады. Дайф, гость. Қонақ. Шадид, қатты. Сильный. Ба? Мәскан, тұратын жер. Тұрғылықты жер, мәскан. Жилье, да? Жилье. Абдульмалик что-то хотел спросить? Мынаны жазуға да, жаттауға да керек па? Я. Жазуын қиын көрсең, распечатайте и прям на книге просто перевод напишите. Аха. Кто не хочет, да, писать, просто на книгу распечатайте и келесі аптаға дейін көшіріп аласың. На видео. Хорошо. Уақытша, временно. Заужун. Қара, зауж деген сөзді екі жерге де қолданылады. Әйел күйеуіне, күйеу әйеліне. Это такое слово, которое можно использовать как супруг, супруга, оба. Зауж деген біреулер айтады, зауж деген еркек, әйелдер болса заужатун деп айтады, да, тамарбут ауызады. Онда тамарбутан қоспасаң да болады. Зауж десең, әзі заужи, әзіхи заужи, бұл менің әйелім, заужи, заужати деп айтуын қажет жоқ. Зауж деген екеуіне де қолданылады. Күйеу, әйел. Нафиун, полезный, пайдалы. Полезный, пайдалы. Саидун, қуанышты, счастливый. Счастливый. Так, келесі бетте. Мына жерде қараңдар, жігіттер. Бізде фе'л бар ғой, фе'л. Етістіктер, глаголы бывают у нас, смотрите, прошедшего времени, настоящего времени. Потом приказная форма есть. Приказ, приказываешь. Қараңдар. Уасаля, достиг, да, жетті. Ясилу, қазір жетіп жатыр. Сыл деген жет деген сөз. Достиг, он достигает, достигай. Здесь приказ. Түсіндің ма? Үш түрін білесің сен. Мады, мудари, амр. Оған енді бір төртінші зат қосамыз. Мастар дегеніміз, это отглагольное существительное. Ол дегеніміз, мынау етістіктен зат есімді шығарсақ, етістіктен зат есімді, соны мастар деп айтады. Қара. Уасала деген достигать, усул деген достижение, да? Уасала жетті болса, жету, да? Мынау шахада деген көру, мушахада деген көрініс. Таманна деген мечтать, да? Таманниян деген мечтание, да? Мынау деген мынадан, глаголдан. Исім шығарсаң, осы мастар деп аталады. Мынау етістіктен нені шығарсаң, исімді шығарсаң, мынау бәрі исім, мынау ойламаңдар, мына глагол емес, мынау бәхаса деген мыңара. Искать, бәхсан деген уже поиск. Мынау искать, мынау поиск. Стоять, здесь стояние. То есть вот это вот все, не делает, он отглагольное существительное, глаголдан существительное исім шығарасын. Сонымен уасала, ясылу, сил, осылай жаттауы керек. Истақбала, ястақбилу, истақбил. Оңай. Шахада, юшахиду, шахид. Таманна, ятаманна, таманна. Илтақата, ялтақиту, илтақит. Ақама, юқиму, ақим деп. Осыларды жаттауы керек. Біреуін білсең болды, мынаны оңай шығару. Мынау мудариан шығарған кезде алдына, мынау әріптердің алдына иә әрпін қойып шығасың. Басында бәріне иә келген. Үшінші әмір кезде мына яны алып тастайсың. Мына ясилу, сил болып қалады. Ястақбилу, истақбал болып қалады. Юшахиду, шахид болып қалады. Мына бірінші әріптер харф мудара түсіп қалады.
Ama yuqimu, aqimu болып кетті. Сонымен мынаның қазір аудармаларын айтамын сіздерге. Уасала достигать, жету, истақбала. Истақбилу. Оның бірнеше периодтары бар, бірнеше аудармасы бар. Болашақта бір нәрсенің болуы мысалы, да? Орысша встречать, да? Встречать деп ойлады ғой, күтіп алу, да? Истақбала деген встречать. Мынау истиқбала деген значит встреча деген. Шахада деген көру болса, мушахада болса, көрініс па қалай болса солай. В общем, шахада смотреть, көру, таманна мечтать. Қалай айтыңдар қазақша? Мечтать, да? Армандау. Армандау. Келесі. Жаттаймыз ба глаголдардың бәрін? Жігіттер, қиын көресіңдер ме әлде? Жаттаймыз. Илтақата деген, илтақата это собирать, жинау. Мысалы, егесінде бір нәрсені, сосын жеміс берген жинап аласың, сосын илтақата жинап алу. Ақама здесь оставаться, тұру, ақама. Фараға деген бос болу. Бір нәрсені босатасың ғой, это освобождай, да, фараға освободиться. Бахаса, искал, он искал. Ата, он пришел. Макаса, он живет. Ада, он вернулся. Ахаза, он взял. Қазақшасын айтып шығайын. Ақаума тұру, фараға бос болу, бахаса іздеу, ата келді, макаса тұрды, бір жерде тұру, е. Яссара жеңілдеді, яссар Аллаху ляка деген ол, Алла саған жеңілдесін. Раджа деген, что? Надеяться, да? Раджа деген надеяться. Так, мынау хамдан лиллахи аля саламатиге, сәлемет келуіңе Аллаға мадақ. Бифадлилля, смил помилуйся Аллаха, идан, сонымен. Идан деген сонымен. Итак, на русском будет итак. Сол кезде, в то время. Аля рахби васа, мы перевели ее, как место всем хватит, деген сияқты, бәрімізге, что, как говорится, да, широкое, да, все, бәрлі кең деген сияқты, да. Қазақша бар ғой, сонда мақал мәтелі естеріңде ма? Сонда кеңдік жайлы. Бір, не деп айтады қазақша? Бір нәрсе кең болса, бәріміз сиямыз деген мағынада ше. Қандай бір не бар, сөз бар сондай. Көңіл сийса, бәрі сияды дейміз ба? Көңіл сийса, бәрі сияды деп айтпаймыз ба? Сол сияқты. Осы аля рахби васа. Сәлемет Алла сәлем етсесін, финтизорихи, оны күтуде. Бағана досы күтіп отыр ғой, интизорихи күту. Хатта дин, қазақша дин. До деген сияқты. Хатта на русском будет пока. Пока, на русском будет пока. Не в смысле пока, до свидания, а пока до чего-то, да? Кама турид, как ты хочешь. Қалайсың. Яссар Аллаху ляк, Алла саған жеңілдесін. Жігіттер, мен неге сіздерге мынаны бермей жатырмын, қараңдар. Мынаны үйде істейміз. Үйде дептім ғой, сабақтың үстінде істейміз. Мынаны істеп жүрмеңдер. Самое важное сейчас, ең, ол деген сендерді словарный запас пополнять. Көп сөз жаттау. Сен Құранды қашан түсінесің? Сен хадисті қашан түсінесің? Егер сөздерді жатқа білсең, мына сөздерді білмесең қалай сен хадис жаттамақсың? Мағынасын түсінбейсің. Бәрі келеді хадисте. Мына сөздердің бәрі хадисте, Құранда келеді. Сондықтан нету ничего, что? Пайдасы сөз жоқ мына. Қараңдар, біз алдында бірінші кітапты оқығанда неше сөз алдық? Кім бірінші кітаптан бері бізбен қатысып жатқан? Бар ма сондай адамдар? Бірінші кітаптан қатысып жатқандар? Неше сөз алдық бірінші кітаптан? Рахман. Брахман, неше сөз алдық ең басында? 300. Екінші кітапта примерно санаған жоқсың ба? Қанша кітап? Қанша сөз екінші кітапта? 500 шығар. 500 деп ойлайды. Қараңдар енді. Мынау кітап, новый кітап. Бірінші ғана сабақ. Первый только урок. Қара. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 сөз. Оның қасында көпше түрлері бар. Оның қасында оның антонимдері бар.
12 сөз. Мына жерде де 12 сөз. 24. Мына жерде де 12 сөз. 36. Мына жерде де примерно 36. 50 сөз қараңдар. Бір неден, бір сабақтан 50 сөз алдық біз. Субханалла. Соны жаттауға тырысыңдар. Ертең мынаны сұраймын сендерге. Сендердің жаттадыңдар ма, жаттамадыңдар, қалай білемін? Айтамын, мынаны маған переводтап берші. Мынаны бағана мен аудардым ғой. Айтамын саған, мысалы, Иса мынаны аудар деп. Сен аудар алсаң, значит сөз білесің. Абдулбар, мынау сөз қалай деп сұраймын. Сол кезде сен айтып тұр. Сендердің қараңдар, сөздеріңді, жұмыстарын оңайлаттым. Тек қана сөз жаттап келесіңдер. Мынаны кітапқа шығарып, осыны жазып келесің, аудармасын болды. Мынаны сабақтың үстіне, мынаны сабақтың үстіне істей алмайсың. Егер сөз білмесең, мынаны сабақтың үстіне істей алмайсың. Мысалы айтады, лимаза жа Ибрахиму илал имарат. Неге Ибрахим имаратқа келді? Мынаны аудармасын білмесең, сен қалай жауап бересің оған? Ол келді, лиядруса лугатал арабията фи махади имарат. Для того, чтобы изучить арабский язык, деп сен айта аласың сол кезде. Мынаны егер де сен сөздер төбеде жаттамасаң, мынаны істей алмайсың сабақтың үстіне. Сондықтан сенбі күнге дейін мына сөздердің бәрін сабақты видеоны тоқтатып қойып, жазып ал. Сосын жатта соны. Бүгін дүйсенбіде 5 сөз жатты. Бір бет жатты мына, бір бетін. 12 сөз оңай ғой, 12 бір күнде. Ертең күні, вторник күні 12 күн. Средада мына 12 сөз жатты. Четверікте мына қалған жатты. Пятница күні бәрін бір қайталап шық. Субботада дайын отырасың. Ал егер де мынаны жаттамай, понедельник, вторник, среда сабақта, немесе сабақ жоқ қой сендер, каникул. Сосын бар, соңғы 5-ші күні келіп айтаны оқиын десең, кірмейді басына, қара қанша 50 сөз бір уақытта қалай 50 сөз жаттайсың. Сондықтан бөліпсаңдар. Мынаны бір күн жатта, мынаны бір күн жатта. Оңай болады өздеріңе. Бір жағын, ау. Ағай, ертең сабақ қой. Ертең каникул бітті ма сендерде? Иә, каникул бітті. Все, хорошо, каникул бітті де. Последний. Понятно. Күніне 12 сөз жаттау қиын емес жігіттер. Мынаны бірінші жазып алыңдар. Ертең сосын қайталап. Хотя бы 2-3 күн дайындал, жарайды. 5 күн, бір апта дайындалма. Хотя бы 2 күн дайындалшы, грубо говоря. Вторник күні бір аш, четверг күні бір дайындал. Иншалла, суббота күні сабақтың алдында бір қайталап жүресің де нормально. Ал егер де апта бойы жаттың, сосын соңында келіп бір қарасаң, конечно, жаттай алмайсың сен аларды. Жарай ма? Иә. Так, жігіттер, кімде, у кого есть желание сейчас провести экзамен по таджвиду? Кім қалай таджвидтен экзамен істеп жүрсе? Қалайсыздар ма? Шаршап қалдыңдар ма? Шаршадық. Иә, шаршадық. Онда келесі пятница күні экзамен істейміз, сосын таджвидтен 10 000 теңге кім ұтып алады көреміз, иншалла. Хорошо? Иә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.